Ертеде бір атай мен әжей өмір сүріпті. Олардың балалары болыпты. Атай орманнан аң, балық аулап, әжей үй шаруасын тындырып, күндері өтіп жатады. Бір күні атай әдеттегідей балық аулауға кетеді. Шанасын балыққа толтырып, әндетіп, үйге қайтып келе жатса, жолында бір өлген түлкі жатыр екен. Атай қуанып, түлкіні шанасына салып алып, үйіне жетуге асығады. Мына түлкінің терісінен кемпірімнің тонына жаға шығатын болар. Тез барып кемпірімді қуантайын, деп ойлайды ішінен. Өзі атты жетектеп, асығып артына қарамай жүре береді. Ал өтірік өлген түлкі болса, атайдың ештеңені байқамай келе жатқанын пайдаланып, балықтарды біртіндеп шанадан жолға тастай береді. Балықтың бәрін жерге тастап болған соң, өзі де шанадан секіріп түсіп қалады. Атай үйіне келіп, атына жем су беруге қораға беттеп бара жатып, кемпіріне: «Ау кемпірім, сенің тоныңа керемет жаға тауып алдым. Қарашы, қандай әдемі! Шанадан балықтарды да түсіріп ал», деп дауыстайды. Кемпірі шанаға келсе, балық та жоқ, түлкі де жоқ. «Шалым-ау, сен мені мазақ етейін дедің бе?» деп кемпірі шалына ренжиді. Атай шананың жанына келсе, шынында да түлкі де жоқ, күні бойы аулаған балық та жоқ. Сонда ғана түлкінің айлакерлігі туралы естігендері шалдың ойына түседі. «Қап!» деп өкінеді. Бірақ амал қанша? Атай жылы киініп алып қайтадан балық аулауға өзенге тартады. Ал айлакер түлкі жол бойы лақтырған балықтарын жинап алып жеп отырады. Бір кезде оның жанына қасқыр келеді. «Сәлеметсің бе, сұлу бикеш? Мына балықтың бәрін қайдан алдың? Маған да берсеңші», дейді. Сонда қу түлкі: «Қасеке, мен сізге бұдан да көп балық табудың жолын айтайын. Ешкімге жалынбай-ақ өзің бір тоясың», дейді қу түлкі. Өзенге барып, ойыққа құйрығыңды малып қойып, түні бойы тосып отыр. «Үлкен балық, кіші балық, қармағыма түсші балық», деп айқайлаудан жалықпа. «Ұзақ отырсаң, көбірек аулайсың», дейді. Қасқыр өзенге жүгіріп жетіп, құйрығын ойыққа малып, бар даусымен: «Үлкен балық, кіші балық, қармағыма түсші балық», деп айқайлайды. Сөйтіп қасқыр ойыққа ұзақ отырады. Суық суда түнімен тапжылмай отырған соң, таң ата құйрығы мұз болып қатып қалады. Тұрайын десе, түлкінің «Ұзағырақ отырсаң, көп балық аулайсың» деген сөзі ойына түседі. Ақымақ қасқырдың құйрығы мұз болып қатып, орнынан тұра алмай қалады. «О, балық көп қапқан ғой», деп қуанады қасқыр ішінен.
Ауылдың әйелдері өзенге келіп су алатын ойыққа құйрығын салып отырған қасқырды көреді де төпелеп ұра бастайды. Әбден таяқ жеген қасқыр жұлқынып құйрығынан айырылып зорға дегенде қашып құтылады. Әйелдер өзенде қасқырды ұрып жатқанда түлкі олардың үйіне кіріп кетеді. Бәліш пісіруге дайындап кеткен қамырға басын бір салып алып, қашып шығып келе жатса, алдынан қасқыр кезігіп: «Сені тыңдаймын деп құйрығымнан айырылдым. Әйелдерден де таяқ жедім», дейді түлкіге. «Ей, бауырым-ау, сенен тек қан шықса, менің миым ағып кетті. Көрмей тұрсың ба? Жүруге шамам жоқ», дейді түлкі. «Онда арқама мін, орманға жеткізіп тастайын», дейді қасқыр. Түлкі қасқырдың арқасына мініп алып, сабаламағанды арқалап келеді деп әндетеді. «Не дейсің? Сабаламағанды арқалап келеді деймін. Иә, солай досым», дейді қасқыр. Сөйтіп айлакер түлкі атай мен әжейді де сан соқтырып, қасқырды да соғып алдап, өзінің қулығын асырып, арамдықпен өмір сүруді әдетке айналдырған екен. Сондықтан да жұрттың бәрі түлкіні айлакер деп атап, оған ешкім сенбейтін болыпты.